Неге? Сізге. Неге? Не үшін? Вы на мою бабушку века погадить. Помаши. Вообще. Просто бек апаға сөйледім ғой, сөйлеуге болмай ма? Как сөйлем надо? Это называется грубо сөйлем. Қалай сөйлеу керек? Мама. Шайкип тұр. Алыңыз жаным. Мен алыңыз деген жоқпын ғой. Қайнап тесіліп кетті шайнек дедім ғой. Тесілмеді ол. Вообще-то тесілмеді. Я же вам говорю, Джон. Қалай айтасың, маман қалай еркелетесің? Джон. Сосын? Джон. Ау жаным, ау нашым дейсің ба? Хан жөтел қапты. Заболел! Менің анашымның ыстық. Анашымның бауырсағын жегілеріңіз келсе, қонаққа келіңіздер, ас болсын. Әлемдегі ең дәмді, ең жұмсақ, ең ыстық, ең свежий бауырсақтар ол менің анашымның бауырсақтары. Жеген де арманда, жемеген де арманда. Құрметті оқырман, сезім сұрақ жолдағысы келіп отыр сіздерге. Ал кеттік. Дұрыс жауапты астына қалдырып кетіңіздер, е? Это тест на логику. Лучше быть внимательнее. В сарае есть 40 коров и 20 куриц. Если посчитать ноги, то будет 120. И вопрос. Сколько голов находится в сарае? Ыстық бауырсақтан кейін енді асқазан дұрыс жұмыс жасау керек. Жатар алдында мен міндетті түрде айран ішем. Қандай айран десеңіздер, бұл отандық өнім. Сезім жауабын айтуға дайын. Қорада сиыр мен тауықтар бірге бола алмайды. Сиырлар таптап тастайды кішкентай тауықтар. Это как алла у меня. Нәтиже, өздеріңіз білесіздер, нәтижені біз бұл өнімді қатты жақсы көреміз. Мен айранын ішемін, йогуртын ішемін, ал хан жақсы көретіні бұл ацидофилин. Бұл не үшін ішеді хан? Потому что чтоб не болеть. Немен? Коронавирус. Ацидофилинді бұл жерде дәрумендер өте көп. Ацидофилинді хан күніне 2 стаканнан ішіп тұрады. Сіздер де айран ішіңіздер, әсіресе нәтиже өнім болса бол.